Әнші Мөлдір Әуелбекова осы уақытқа дейін көп жылағанын айтты. Өнер иесі әлеуметтік желіде оқырмандарына жан сырын ақтарды. Мен көп жыладым, тым көп. Оны бағдарламаны көргендер біледі. Әсіресе қызымды босанған сәтті айтқан кезімде 90% көрермен көзіне жас алыпты. Дәл сол сәттен бастап мен енді күліп ойнап, әрбір нығметке қуанып, бақытты сәттерімді бағалап, өмірімді шын сүремін деп шештім. Сіздер де күліп жүріңіздер. Адамдар жылатса да, Алла жылатпасын деп жазды Әуелбекова Инстаграмдағы парақшасында. Еске сала кетейік, осыған дейін Мөлдір Әуелбекова бірінші күйеуінен не үшін ажырасқанын айтқан болатын. Сонымен қатар әнші бірінші күйеуі өзін алдап төркініне апарып тастағанын айтқан болатын.